Барлықтарыңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте нәзік, әрі жұмсақ қызыл бархат печеньесінің рецептімен бөлісемін. Бірінші құрғақ қоспаларымызды араластырып аламыз. Оның үстінен қамыр қопсытқыш, какао және қантымызды қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Менде осы рецепттен 20 дана печенье шықты. Духовканы 180 градусқа қыздырып қойсаңыздар болады. Печенье тез дайын болады, 15-20 минутта піседі. Сары майымызды микроволновкада ерітіп аламыз. Үстінен шым-шым тұз, сүт және жұмыртқамызды қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды қызыл түске бояу үшін бізге құрғақ краситель қажет. Красительді көз мөлшермен аз-аздан қосып отырсаңыздар да болады. Мен толтырмай бір шай қасықпен қостым. Біздің қамырымыз дайын, жұмсақ, бізде қамыр шықты. Осылай домалақ формаға келтіріп аламыз. Қант ұнтағына аунатып, кішкене шайпақтап жіберсеңіздер болады. Менде әрбір печеньенің салмағы 25 граммнан шықты, шамамен көз мөлшермен жасасаңыздар да болады. Духовканы 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Печенье 15-20 минутта дайын болады. Менде осы рецепт бойынша 20 дана печенье шықты. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырсаңыздар болады. Міне осындай әдемі, әрі дәмді печеньеміз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.